Қайырлы күн баршаңызға, менің жақсыларым. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді тефтелидің рецептін ұсынамын. Өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бірінші кезекте осылай тефтелимізді дайындап аламыз. Фаршымызға пиязымызды турап, бір пиала күрішімізді алдын ала суда кішкене жібітіп аламыз. Содан соң осындай 2 дана пияз майдалап турап, жақсылап араластырып аламыз. Немесе пиязды теркадан өткізсеңіздер де, блендермен езіп алсаңыздар да болады. Әрине, өз қалауларыңызға байланысты жасай берсеңіздер болады. Міне осылай күрішімізді алдын ала жібітіп аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай жақсылап араластырып болғаннан соң домалақтап барлығын формаға келтіріп аламыз. Міне осымен тефтеларымыз дайын. Ендігі кезекте сорпамызды дайындап аламыз. Ол үшін осындай картошка, сәбіз, пияз, болгар бұрышы барлығын қосып қуырып аламыз. Майымызды жақсылап қыздырып, пиязымызды қуырып аламыз. Содан соң болгар бұрышынан 1 дана саламыз. Әрине салу міндетті емес, болса салсаңыздар болады, өте әдемі дәм береді. Содан соң томат пастасынан 1 қасық саламыз. Қуырып жатқан кезде осылай тұз салып алыңыздар. Дәмі өте әдемі шығады сол кезде. Содан соң картоп пен сәбізді салатын боламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Осындай роллтың приправасынан аздап салдым. Содан соң кішкене укроп саламыз. Қуырылып болғаннан соң суын құямыз. Міне суын құйып болғаннан соң осындай бұрқылдап қайнау керек.
Содан соң жаңағы дайындап қойған тефтелиларымызды саламыз үстіне. Содан соң бетін жауып 30-35 минутқа қойып қоямыз. Міне уже тамағымыз дайын. Өте әдемі дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса, комментарий, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!